есепште 1 бізде жаңағы параллельдік белгілеріне арналған есептер. АД нүктесі, А және Д нүктелері BC түзуінің бір жағында дейді. Алдымен BC түзуін сызып алдық. Одан кейін А және Д нүктелері бір жағында, міне, бір жағында орналасқан. Бірақ бұларды жаңағы жайдан орналастыра салмай, нүктелерді қосқан кезде пайда болатын АВЦ бұрышы 80 градус болатындай, және де ВЦД бұрышы 110 градус болатындай етіп, ВЦ жаңағы түзуіне сызғышты қоя отырып, осылай міне біріншісін қоя отырып 80 градусты өлшеп сыздық, А нүктесін белгіледік. Және дәл солай ВЦ-ға қоя отырып, міне 0 мына жақтан басталады. Сонда 0-дан бастап, жоқ, ВЦ төбесі мына жерде. ВЦД-ның төбесіне қоя отырып, 0 градустан 110 градусқа дейін Т нүктесін есептеп алдық. Осылай сыздық. Енді бізде сұрақ АВ түзуі СД мен параллель болады ма бірінші, және қиылысады ма деген екінші сұрақ. Енді бізде жаңа бұрыштарды қосқан кезде, бұрыш шығарған кезде АВ түзуі және ДЦ түзуі ВЦ мен қиылысатындығын көреміз. Яғни ВЦ түзуі АВ мен ДЦ мен қиылысады, ендеше ВЦ бізде қиюшы болып тұр. Мына ВЦ-ны ұзартып сызуға болады, қиюшы. Қиюшы жаңағы жүргізілген кезде пайда болған жаңағы мына ішкі екі бұрышы, түзудің бойындағы ішкі екі бұрыш, бұл ішкі тұстас бұрыштар деп аталады. Ал ішкі тұстас бұрыштардың және параллельдік белгісін қолданамыз. Енді бірінші сұрақ бойынша АВ СД-ға параллель деп алайық. Ондай болса, бізде ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градус болу қажет. Параллельдік белгісі бойынша параллель деп алып, бұл бізде кері жору деп аталады. Яғни мына шешімді алып, кері жоримыз. Параллель болса, ондай болса пайда болған ішкі тұстас бұрыштар, яғни бұрыш АВЦ қосылған бұрыш ВЦД 180 градус болу қажет. Бірақ бізде ол 180 градусқа тең емес. Себебі АВЦ бұрышы бізде 80 градус, оған қосамыз 110 градусты. Ол 190 градус болып кетті. Ендеше бұдан шығатыны АВ түзуі СД-ға параллель емес. Енді біз білеміз, жазықтықта түзулердің орналасуының екі түрі ғана бар. Ол бізде параллель не қиылысады. Егерде бұл түзулер параллель емес болатын болса, ендеше АВ СД-мен қиылысады деген сөз. Яғни екінші сұраққа жауап иә, бірінші сұраққа жауап жоқ, параллель емес. Мына екінші сұрақтың жауабы ол біріншісінен шығады. Түзулер параллель емес болғандықтан олар қиылысады. Есепште 2. Бірінші АВЦ бұрышы берілген екен, алдымен сызбасын сызып алайық. АВЦ дейді. Алдымен бір қабырғасын сызып аламыз. АВ төбесі, яғни В төбесі мұнда болсын. Төбесіне 0 градусты қоямыз. Төбесіне центрді қоямыз да. Сосын қабырға 0 градус деп есептеп 65 градусты өлшеп сызамыз. Мына жерде шамамен қосамыз. Нүктені қостық. Бұл бізде АВЦ бұрышы 65 градус. Енді бізге ВЦД бұрышы керек. Бізде ВЦ бар. Ендеше бізге Д қабырғасын, Д нүктесін алу керек. СД қабырғасын, яғни төбесіне центрді қоямыз. Төбесі бізде С болады. Онда ортаңғы нүкте төбесі. Төбесіне қойдық сызғышты. Бірінші қабырғасын 0 градусқа барып, екінші қабырғасын осыдан өлшейміз. 0 градустан алып келіп 105 градус керек бізге. Міне 105 градус қосамыз. Сызба әркімде әртүрлі шығуы мүмкін. Мына жаққа қаратып та сызуға болады. Мұнда ешқандай шарт жазылмаған. Bir жақта, жаңағы ар жақта деп. Сонда меште Д нүктесін белгілейміз. ВЦД 105 градус.
сызып алдық. Енді АВ 3/1-дің сұрақтарына жауап бересің дейді, яғни АВ параллель СД деген сұраққа бірінші. АВ бар, міне СД. Дәл алдыңғы есептегідей пайда болды бізде. СВ мұнда қиюшы болып тұр, иә? АВ СД, жаңағы СВ қиюшы. Егерде бірінші сұраққа жауапта АВ параллель СД-ға деп алатын болсақ, кері жоримыз. Ішкі тұстас бұрыштар, яғни қиюшының бойындағы мына ішкі екі бұрыш ішкі тұстас деп аталады. Бұрыш АВС қосылған бұрыш ВСД тең 180 градус. Бізде болады ма? Тексереміз. 180 градус, мынау 105 градус, мынау бізде 65 градус. Керісінше алып қойдым, 65 градус. Екеуінің қосындысы болады 170 градус. Ендеше бұл жаңағы 180 градусқа тең емес. Ондай болса параллельдік шарты орындалмайды. Сондықтан да АВ параллель емес СД-ға. Енді жаңағы біріншіден шығатыны АВ қиылысады СД-мен. Не жерде сонда бірінші сұраққа жауап параллель емес, екінші сұраққа жауап олар қиылысады. Есеп 3/3. Сызбасын сызып алдық. Екі параллель түзу дейді. Екі параллель түзу А және В түзулер дедім. Параллель мұндағы С қиюшы. Қиюшымен қиғанда пайда болған ішкі тұстас бұрыштар дейді. Мына бұрыштарды айтамыз ішкі тұстас. Мына бұрыш екі немесе мына екі бұрыш ішкі тұстас, иә. Солардың айырмасы бұрыш 1-ден бұрыш 2-ні азайтқанда 50 градус болады дейді. Сол бұрыштарды табу қажет. Енді бізде параллельдік белгісі бойынша ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Осыны қолданамыз және де айырманы қолданып жаңағы теңдеуіміз шешеміз. Бізде сонда екі белгісіз, бірде екіде белгісіз ғой бұрыштар. Екі белгісіз бар, екі теңдеу, яғни жүйе құрылады. Шешеміз. Бұрыш 1 қосылған бұрыш 2 тең 180 градус, ал бұрыш 2 азайтылған бұрыш 1 тең 50 градус. Бұдан біз бірінші теңдеуден бұрыш 1-ді тауып алайық. Бұрыш 1 тең 180 градустан бұрыш 2-ні азайтқанға тең. Осыны апарып екінші теңдеуге қоямыз. Бұрыш 2 азайтылған жақшаның ішіне аламыз. 180 градус азайтылған бұрыш 2 тең болады 50 градус. Не үшін жақшаға алып жаздық? Себебі сыртында минус таңбасы. Жақшаны ашқан кезде мынаның ішкі таңбаның барлығы кері таңбаға ауысады. Сонда бұрыш 2 азайтылған 180 градус минус плюс болады. Бұрыш 2 тең 50 градус. Бұрыш 2-ке бұрыш 2-ні қоссақ 2 көбейтілген бұрыш 2 тең болады 180 плюс болып ауыстырсақ 50-ге 180-ді қоссақ 230 градус. Бұрыш 2 ендеше 230-ды 2-ге бөлеміз 115 градус. Осыдан бұрыш 1-ді табамыз. Қайтадан мына теңдеуге ораламыз теңдікке. 180 градустан 115 градусты азайтатын болсақ бізде 65 градус екен. Яғни бұрыш 2 115, бұрыш 1 65 градус болады. Есеп 3/4. Параллель 2 түзу және қиюшымен қиған кезде пайда болған ішкі тұстас дейді. Мына екі бұрыштың айырмасы 30 градус. Осы бұрыштарды табу қажет. Енді бізде АБ-ға параллель болғандықтан ішкі тұстас бұрыштардың ендеше қосындысы 180 градус болады. Егер параллель болса, ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градус болады. Осы теңдікті қолданамыз және берілген жаңағы айырмасы 30 градус болады деген теңдіктерді қолданып теңдеулер жүйесін құрамыз. Екі белгісіз, яғни екі бұрышта белгісіз, бірақ екі бұрышқа қатысты екі теңдік бар. Сол екі теңдеуден жүйе құрамызда бірінші теңдеуден бұрыш 1-ді тауып алайық. 180 градус азайтылған бұрыш 2 болады. Осыны апарып екінші теңдеудегі бұрыш 1-дің орнына қоямыз.
30 градус минус 180 болады, минус 150 градус. Енді бұрыш 2 тең болады, минус 150 бөлінген минус 2 болады, 75 градус. Ендеше бұрыш 1-ді табамыз, 180 градустан 75 градусты азайтсақ, 105 градус. Есеп 5. Параллель екі түзуді, өзара параллель түзулерді қиюшымен қиғанда пайда болған ішкі айқыш бұрыштардың қосындысы 150 градус дейді. Осыны қолданып, осы бұрыштарды табу қажет. Енді бізде параллельдіктің жаңағы екінші. Бізде ішкі айқыш бұрыштар бірінші белгісі. Сол белгі бойынша, яғни А мен Б параллель болғандықтан, ішкі айқыш бұрыштар өзара тең болады деген ережені қолданып, жаңағы табамыз бұрыштарды. Тең болады. Ендеше оларды x деп белгілеп алайық. Сонда x қосылған x тең болады, қосындысы 150 градус. Ендеше 2x тең 150 градус. 150-ді 2-ге бөлеміз, 75 градус. Сонда ішкі айқыш бұрыштарымыз 75 градустан деген сөз әрбіреуі. Есеп 6. Параллель екі түзу, яғни А мен В параллель, және қиюшымен қиғанда С бізде қиюшы түзу деп алдым. Сонда пайда болған бір бұрыш 72 градус болатын болса, қалған бұрыштарды тап дейді. Осы жаңа қиған кезде пайда болған бұрыштардың барлығын номерлеп шықтық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни бұрыштардың номері. Сол осы бұрыштардың мәнін табуым керек. Ол үшін жаңағы параллельдік белгілерін қолданамыз. Алдымен жаңағы параллельдік белгісінен біз бұрыш А мен Б түзулер параллель болғандықтан, бұрыш 1, яғни 72 градустық бұрыш. Бұрыш 5 пен бұрыш 5 сәйкес бұрыштар. Сәйкес бұрыштар бізде өзара тең. Сәйкес бұрыштар тең деген жаңағы параллельдіктің 13-ші белгісі. Ондай болса, оның де мәні 72 градус болады. Енді бұрыш 5 пен бұрыш 5 пен бұрыш 4 бізде ішкі айқыш бұрыштар. Ішкі айқыш бұрыштар параллельдік белгісі бойынша, бірінші белгі бойынша олар өзара тең. Ол да 72 градус болады ендеше. Енді одан басқа біз енді жаңағы бұрыштардың қасиетін қолданамыз. Мынау жаңағы түзу болғандықтан, түзуді мынау қиып өттік. Сонда қарама-қарсы бойындағы, түзудің бойындағы екі бұрыш, бұл жаңағы сыбайлас бұрыштар, себебі қосындысы 180 градус болып тұр. Ендеше мұнда жазамыз, ол параллельдік белгісіне жатпайды. Бұрыш 1 мен бұрыш 2 сыбайлас. Ондай болса, бұрыш 1 қосылған бұрыш 2 тең 180 градусты береді. Бұнда бұрыш 2 тең 180 градус. Азайтылған бұрыш 1-дің мәні бізде 72 градус. Болады 108 градус. Енді біз бұрыш 2-ні тауып алдық. Бұрыш 2 мен бұрыш 6 бізде сәйкес. Сәйкес бұрыш екенін көруге болады, және бұдан шығатыны бұрыш 2 бұрыш 6-ға тең, ол бізде болады 108 градус. Ал бұрыш 6 бұрыш 3 пен ішкі айқыш. Онда оның жаңағы мәндері де тең деген сөз. Ол да 108 градусқа тең болады. Енді бізде бұрыш 1 бар, 2 бар, таптық, 3-ті таптық, 4, 5, 6-ны таптық. Енді 7 мен 8 қалды. Жаңағы бұрыш 3, бұрыш 7 сәйкес бұрыштар, сәйкес. Олар яғни онда
тең деген сөз бұрыш 3 бұрыш 7-ге тең. Бұрыш 3-тің мәні бізде 108 градус, ендеше бұрыш 7-міз де 180 градус. Сол сияқты бұрыш 4 бұрыш 8-ге сәйкес. Ондай болса, бұрыш 4 тең бұрыш 8-ге, ол бізде болады 72 градус. Есеп 7. Екі параллель түзуді қиюшымен қиғанда пайда болған бұрыштардың біреуі 30 градус дейді. Мына бұрышты алдық, бұрыш 1 деп, ол 30 градус. Қалған 7 бұрыштың біреуі 72 градусқа тең болуы мүмкін бе дейді. Ол сұраққа жауап беру үшін қалған бұрыштардың барлығын тауып шығу керек болады. Енді біз параллельдік белгісін қолдануға тырысамыз. Бізде А параллель Б-ға болғандықтан параллельдік белгісі бойынша бұрыш 1 мен бұрыш 5 сәйкес. Және де ондай болса, сәйкес бұрыштар бізде тең, ол 30 градус болады. Және де бұрыш 5 пен бұрыш 4 ішкі айқыш. Ішкі айқыш бұрыштар өзара тең. Ол да ендеше 30 градус болады. Енді біз жаңа параллельдік белгісін қолданып тауып шықтық. Табу мүмкін бұрыштарды. Енді бізде мына түзудің бойында жатқан екі бұрыштар өзара сыбайлас екенін көруге болады. Қосындысы түзуді құрап тұр, яғни 180 градусты. Ондай болса, соны қолданамыз. Бұрыш 1 қосылған бұрыш 2 тең 180 градусқа. Бұдан шығатыны бұрыш 2-ні таба аламыз. 180 градустан бұрыш 1 30 градусты азайтамыз, 150 градус. Бұлар бізде сыбайлас бұрыштар болған. Сондықтан жаңағы осы ережені қолданып, біреуін тауып алдық, бұрыш 2-ні. Енді бұрыш 2-ні қолданып, параллельдік белгісін бойынша бұрыш 2 мен бұрыш 6 сәйкес екенін көреміз. Бұлар өзара тең. Ол да онда 150 градус болады. Және де бұрыш 6 мен бұрыш 3-тің ішкі айқыш екенін пайдаланамыз. Онда ол бізде болады бұрыш 6 тең бұрыш 3-ге, және ол 150 градус болады. Енді бұрыш бізде мына бұрыш сыбайлас бұрыштардың қасиетін емес, ішкі тұстас бұрыштардың қасиетінде қолдануға болатын еді. Мына жерде жаңағы барлық бұрыштардың қасиетін қолдана берсек те болады. Енді бұрыш 6 белгілі. Енді бұрыш 6 мен 7-ні вертикаль екенін көруге болады. Сол вертикаль деп алып тең дей салсақ та болады. Немесе бұрыш жаңағы 3 пен бұрыш 7-нің сәйкес екенін де қолдануға болады. Ондай болса, бұлар бұрыш 3 тең бұрыш 7-ге, ол тең болады 150 градус. Және де сол сияқты бұрыш 4 бұрыш 8-ге сәйкес. Бұрыш 4 тең бұрыш 8-ге болады сәйкес болғандықтан, және де оның мәні бізде 30 градус. Сонда ешқайсыда 72 градустық бұрыш болмайды екен. Сонда 72 градустық бұрыш жоқ.